Абай Құнанбайұлы екінші қара сөзі. Мен бала күнімде естуші едім, біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Кең қолтық, шүлдіреген тәжік, арқадан үй төбесіне саламын деп, қамыс артқан, бұтадан қорыққан, көз көргенде әке-өке десіп, шығып кетсе қызын боқтасқан сарт-сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай, атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше ноқай десеңші, түкке ыңғайы келмейді. Солдат ноғай, қашқын ноғай, башалшік ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан жаман сарбас орыс. Орыс ойына келгенін қылады деген. Не айтса соған нанады. Ұзын құлақты тауып бар депті деп. Сонда мен ойлаушы едім, ей Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі антұрған жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екенбіз деп. Әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ, саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзімменен өзі әуре болып, біріменен бірі ешбір шаһары жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ахиреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимайтұғын малыңды кірелеп, сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соң да орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды. Молда, медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып, мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат, әсем де соларда. Оның малдарына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз, біздің ең байымызды. Сәнің шақшы аяғың білән пұшыратырға қойған идан түгіл. Шық сасық қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, зор болғандық әсері. Орысқа айтар сөз де жоқ, біз құлы, күңі құрлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда? Құрметті оқырмандар, тыңдармандар, каналға тіркеліп өтіңіздер. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.